Сәлем қыздар, баршаңызға менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен балықтың іші сыртын жақсылап тазалап, тұз сеуіп, жарты сағатқа қоя тұратын боламыз. Одан кейін майды қыздырып, сол қызған майға балықты екі жағын ұнға аунатып қуырамыз. Қандай балықты қуыру және бөлшекте, ол өз қалауларыңызда. Екі жағын шамамен 10-15 минуттан қызарып, корочка пайда болғанша қуырамыз. Дәл осылай әдемі болып қуырылуы қажет. Тағы айта кететін нәрсе, мен балықтың барлығын қуырып алғаннан кейін міндетті түрде 10-15 минутқа мантоваркада булайтын боламын. Бірақ менде ол жер видеоға түспей қалған. Сіздерге де солай жасауды кеңес беремін. Сонда артық майы кетіп, балықтарыңыз одан да дәмді бола түседі. Балық қуырған майымызды да төкпейміз, сүзгіден өткізіп, картоп қуырып, балықпен бірге ұсынатын боламыз. Мінекей, осымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Жылдам даярланады, әрі өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.